тағдыр тастап кеткен күйеуіммен қайта қосты. Өзім отбасында жалғыз қыз болдым. Жалғыз болған соң ата-анам бар жағдайымды жасап, ештеңеден тарлық көрмедім. Бәрі жеткілікті болғанымен өзгелердің бауырларына қарап қатты қызығатынмын. Анам денсаулығына байланысты бала көтере алмағандықтан жалғыз балаға қанағат еткен. Сол себепті де кішкентайымнан көп балалы болуды армандап өстім. Алла тілегімді қабыл етіп, 40-қа жетпей 10 баланың анасы атандым. 10 баланың анасы болуымның өзі адам айтса нанғысыз хикая. Бәрін басынан бастайын. Ата-анама еркелей жүріп мектеп бітірдім. Жоғарғы оқу орнының студенті атандым. Қанша ерке болсам да мектепте жүргенде жігітпен жүру, қыдыру дегенді ойлаған емеспін. Дос қыздармен ғана кейде қыдырып келетінбіз. Қалған уақыттың бәрі тек сабақ оқу болатын. Жоғарғы оқу орнына түскен кезде көңіл білдіріп, кездесуге шақыратын жігіттер көбейді. Кейде отырыстарға да баратын болдым. Өмірдің ең бір қызықты шақтары басталды. Жаңа орта, жаңа достар, дос балдардан ішінде өзімен курстас аңсаған деген қатты ұнайтын. Ол да мен дегенде үнемі құрсақ ұшып тұрады. Уақыт өте достығымыз үлкен, өзгелер қызығатындай махаббатқа ұласты. 3 жыл бойы қыз-жігіт болып араласып диплом алған соң отбасын құрдық. Бәрі кереметтей, бізден бақытты адам жоқ. Осылай жүріп, бірінің артынан бірін 4 бірдей ұл қызды дүниеге әкелдім. Тұрмыстағы күнделікті тіршілікпен уақыттың қалай жылдам өткенін де байқамай қалдық. Ол уақыт ішінде әкемнен айырылып үлгердім. Аңсағанның қарындасын ұзаттық. Аңсағанның анасы өте керемет жан. Маған өз қызындай қамқор. Қайын сіңілім де жеңешелеп тұрады. Отбасындағы осы 2 жанмен ешбір сөзге келген емеспін. Енем балаларға қарасқан соң бірінші баланы босанғаннан кейін бірден мұғалім болып жұмысқа орналасқанмын. Аңсаған да орталықтағы мектепте жұмыс істеді. Қаражаттан таршылық көре қоймадық. Дегенмен уақыт өте баяғы жалындағандай махаббатты тұрмыс жеңе бастады. Мен де бұрынғы қыпша бел сұлу қалпымды жаймен толықсыған бәйбішеге алмастырдым. Шаңырағымыздың шаттығы балаларымыздың алды оңға келгенде жаймен шайқала бастады. Алғашқы кезде аңсаған жиналыстарға жиі баратын болды. Ананың орнына мына мұғалімнің жұмысы шығып қалды деген сылтаумен семинарлардан қалмады. Екеуміздің саламыз бір болған соң ғана онша мән бермей жүрдім. Бірақ күннен күнге мінезі өзгере бастады. Бұрын ренжісіп қалсақ ары кетсе 4-5 сағатта кейін қайта ештеңе болмағандай сөйлесіп кете беретін аңсаған кейде 2-3 күнге дейін тырысып жүретінді шығарды. Толысып кеттің, тамағың неге дәмсіз деген түрлі сылтаумен тиісіп отырады. Оның тиіскеніне бірінші кездерде көзімді алартып себебін айтып қоя салатынмын. Бірақ шыдамның да шегі бар. Қарадай отырып тиіскен соң менің де тілім шықты. Ә десе мә деп отыратын болдым. Осындай ырың-жырыңмен 1 жылға жуық уақыт өткіздік. Үйдің әбден берекесі кетті. Құлпырып жүретін енем баласының түсініксіз қылығынан біраз қартайып кетті. Денсаулығы да сыр бере бастады. Тек менің ата-анамның ғана бұл жайлардан толық хабары болмады. Тек жылға жақындағанда ғана аңсағанның бұл әрекетінің сыры ашылды. Ол семинарларға барып жүріп бір келіншекпен көңіл жарастырыпты. Басы бос келіншек болса, бір сәрі 3 бірдей бала шағасы бар, әп-әдемі жолдасы бар, отбасылы екен. Бірақ аңсағанға да, ол келіншекке де отбасыға қарағанда махаббат бірінші орынға шықты. Аңсаған сол келіншекке үйленетінін, ажырасатынын айтқанда менен бұрын енем талып түсті. Енем қанша жалынып теріс бата берем десе де жолдасым өз дегеннен қайтпайды.
үйді тастап алимент төлейтінін айтып 4 баласын қалдырып кете барды. Енем менің қасымнан кетпейтінін айтқан соң менімен бірге қала берді. Анамның үйге әкетемін дегеніне әкем көнбеді. Өз отбасы, өз шаңырағы енесімен бірге отыра берсін, ал ер азаматы балалар тұрғанда қайта қазынаға айналып келеді деп ақылын айтып жұбатып кетті. Ол келіншекке бардым, отбасымнан айырғаны үшін қарғадым, бірақ әрекетімнен түк те шықпады. Күйеуінен ажырасып 3 баласымен бірге аңсаған екеуі пәтер жалдап тұрып жатты. Менде бұл жағдайдан күйзеліске түсуге мүлде уақыт болмады. Есі кіріп қалған балаларымды қызындай көрген енемді ойладым. Оның үстіне жұмысқа барып шаршап келемін. Ұжымдағылар да жағдайымды түсініп, артық сөз айтпайтын. Күйзелмедім дегенмен іштей бір не жазды, не үшін ол әйелде менде жоқ, не бар деген сияқты ойлар мазалайтын. Осылай жүріп 6 айдай уақыт өтті. Мен аңсағанның жаңа әйелі туралы жан-жақтан сұрастырып біліп алдым. Аудан орталығы үлкен болғанымен саламыз бір болған соң ол келіншекті түп тамырымен танитындар жетерлік болып шықты. 6 айдан кейін ол келіншектің күйеуін тауып алдым. Әйеліңді өзіңе қайтар, мен күйеуіммен қосылғым келеді деп айту үшін жолығуға шақырдым. Ол келісті. Жолығуға келген жігіт келісті. Тек тұйықтау екен, вахталық әдіспен жұмыс жасайтын. Ол әйелінен айырылып қалғанына үйден көп алшақ болуы себеп болғанын айтты. Екеуміз ұзақ отырып ішіміздегі барын айтып, шер тарқасып қайттық. Осыдан кейін екеуміз қайта-қайта хабарласып тұратын болдық. Біршама уақыттан кейін аңсағанға ерегіскенде неге осы жігітке тұрмысқа шығып алмаймын деп ойладым. Ойымды айттым, ол қолдады. Маған үйленетінін айтты. Ол екеуі бәрін тастап бас қосқанда біз неге бақытты бола алмаймыз деді. Сонымен мен енеме, ата-анама айттым. Ол кісілер аса құптай қоймады, бірақ жоқ деп те айтпады. Барша жұртты таң қалдырып, күйеуімді тартып алған келіншектің күйеуіне тиіп алдым. Біреулер қолдары, біреулер сыртымнан даттады, бірақ ешкім бетіме келіп мұның не демеді. Жаңа жолдасым біздің отбасымызға келіп тұрды. Вахтада жұмыс істегендіктен 15 күн үйде, 15 күн жұмыста. Енем екеуі көп сөйлеспесе де бір-бірлеріне көңілдері жылы. Бір дастархан басында қабақ шытпай отырады. Біздің бас қосуымыз аңсағанға түк те әсер етпеді. Үйге келіп бақытын тілеп кетті. Анасы не болса менің жанымда немерелерімен қалатынын айтып шығарып салды. Жолдасымның өзі тұрып жатқан үйінде пәтер жалдаушылар тұрғызып, қосымша табысқа іліп қойдық. Жолдасым мінезі салмақты, көп сөйлемейтін азамат болып шықты. Жақпай қалған нәрсені тіке айтады. Балалар да көкелеп үйреніп кетті. Өз балаларыммен қатарлас болған соң ба, ол да балаларды жатсынбады. Қайта тұрмысқа шыққан соң жолдасымнан ұл босанып алдым, ал аңсағанның келіншегі қатарынан 2 қыз туып берді. Көп балалы ана атанып, бағдарламамен үй алды. Әркім өз тіршілігімен бақытты тасып кетпесе де ешкімнен кем түспей күн кешті. Бәрі өз қалпына түскен уақытта тағдыр мені тағы сынақтың астына алды. Жолдасым жұмыстан келе жатып жол апатынан көз жұмды. Отбасын құрған 5 жылға жуық уақыт ішінде бір-бірімізге артық ауыр сөз айтпаған екенбіз. Оның қазасы мен үшін аңсағаннан ажырасқан кездегінен қатты ауыр соқты. 5 баламен жылап-еңіреп қала бердім. Өзім қайғыдан арыла алмай жүрген кезде енем де жарты жылдан кейін көз жұмды. Аңсаған анасының қазасынан кейін өз отбасымен қатар маған да қарайлап тұрды. Жолдасымның жылды қасын өткізгеннен кейін енді ес жиған уақытымда аңсағанның жұбайының жаман аурудан көз жұмғаны туралы хабар келді.
5 баласын құшақтап, ол да мен секілді жалғыз қалды. Балалар жас алды. Енді мектеп бітіріп жатқанда тағдырдың салған әлегі екеумізге де оңай соқпады. Оның жұбайының қарайласатын жақын жандары болмаған соң, кейде балаларды маған әкеліп тастайды. Алды есі кіріп кімнің кім екенін ажырата алса да, бала болған соң бір-біріне үйреніп қалды. Ұзақ уақыт келмей қалса, әкеміздің балалары келмей ма деп сұрап тұратын болды. Олар келгенде үй іші бала-шағаға толып, берекеміз кіріп қалады. Осылай жүріп аңсағанның жұбайының жылынан кейін екеуміз қайта бір шаңырақ астында тұратын болып шештік. Тағдырымыз осылай болса, көнбеске амал жоқ. 5 бірдей баламен мен де қайта тұрмысқа шықпаймын. Ол да өзінің қайта үйленбейтінін түсінді. Қазір ойланып отырсам, менің кішкентай кездегі көп балалы боламын деген арманым орындалды. Әрине, ол жолда небір қызықтар мен қиындықтар болды. Бірақ қазір 39 жасымда 10 баланың анасымын. Аңсағанға да ешқандай өкпе-ренішім қалмаған. Мүмкін ол сол кезде сол жанға ғашық болып қалмағанда, балалары тірі жетім болып қалар ма еді. Тағдыр бізді осы балалардың толыққанды отбасында өсуі үшін ажыратып, әлекке салған болар. Қалай болғанда да тағдырыма ризамын, бақыттымын.